بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. Құрбан айтының қарсаңында қаламыздың жастары игілікті бір істі атқарды. Арапа күні қаламыздың студент жастарынан құралған жас отаншылар мұсылмандар зираты басында тазалық жұмыстарын жүргізуге келді. Бұған Нұр Отан партиясының қалалық бөлімшесі ұйытқы болды. Мұны Нұр Отан партиямыздың жетекшілері Талғат Акишев деген сияқты, сосын Ламакин деген сияқты азаматтардың ұйымдастыруымен бүгін жастар мынау Құрбан айтының құрметіне тазалық күнін жасап отыр. Сондықтан ол кісілерге сәттілік тілеймін. Мынау тазалық деген нәрсе біздің өзіміздің ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүр, және тағы мынау өзіміздің мынау аруақтарды сыйлап, соларға құрмет етіп отырсақ, олар да бізді елеп, былай жебеп жүреді деген сияқты айтамын. Сондықтан айналайындар, мынау ақсақалдар алқасы көптен бері осы зиратты қоршау туралы мәселелерді көтеріп жүр, тазалық мәселелерін көтеріп жүр. Сондықтан барлығымыз жұмылып, осы тазалықты ұстап отырсақ, өзіміз мысалы туған туысқандарымыз жерлегеннен кейін зираттың басы таза болса, қалған қоқыр-соқырдың бәрін алып отырсақ, сонда зираттың басы таза болады. Біз өзіміз иманды боламыз, жақсы боламыз. Сондықтан осыған барлығыңыз шақырамын. Тағы да Құрбан айты құтты болсын. Қызық қуанышпен кездесуге жаза көр. Дін тазалықтан тұрады дейді. Ата-бабаларымыз жатқан мәңгілік мекенді таза ұстау, оған құрметпен қарау баршамыздың міндетімізде. Өкінішке орай көп жағдайда бұған мән берілмейді. Зират басында қоқыстарды жинамай тастап кететіндер де бар. Бұл жайлы қаламыздың имамдары да мешіттегі уағыз насихаттары барысында жиі айтып отыратындығын айтады. Ең бірінші, дін тазалықмен тұрады, дін насихатымен тұрады дейді. Дінмен насихатты нені насихаттайды? Осындай намаз оқу насихаттайды. Зиярат басын барғы уақытын тазалық ұстаңыздар деп соны насихаттайды. Сондықтан біз мұсылман әрқашанда таза жүрген уақытында үйіміз қалай таза болса, үйден кем емес, зиярат басын келген сонда тазалықты ұстау біздің міндетіміз болады екен. Шарт емес тек бір қойып Құран оқумен шектелмей, әрқашанда басын келіп тазалауын ұстау, зиярат басын көтерген уақытын айналасын қурап кеткен шөптер болады, немесе салып болған екен айналасын таза ұстау, сол мусорымыздың қоқысын бәрін түгел шығарып тастау, осы бір міндетіміз. Біз істеп тастап кету біреудің міндеті емес тазалау. Әр адам өзі қойған уақытында егер шариғат бойынша жүретін болса, сол айналасын таза ұстайтын болса, онда тап-таза болып қалады. Ол тәртіпті міндетті түрде бірінші орында қоюымыз керек. Зират басын тазалауға Қарағанды мемлекеттік индустриалды университетінің 30 шақты студент жастары келді. Олар биыл серпін бағдарламасымен оқуға түскен жастар. Олар Нұр Отан партиясы қалалық бөлімшесі басшыларының мұсылмандар бейіті басында тазалық жұмыстарын жасау туралы ұсыныстарына қолдау жасап келгендіктерін айтады. Бір 30-дай бала келіп отыр. Осы мешіт ата-бабамыз рухын жан-жағын тазалайық деп, сол тазалық үшін келіп тұрып қой. Бастамашыл жастар зират басындағы шашылып жатқан қоқыстарды жинауға кірісіп кетті. Жиналған қоқыстарды бірден көліктерге тиеп, сыртқа шығарылды. Әрине зират басын тазалап, сенбіліктер өткізіп тұру да қажет. Бастысы мұнда келген әрбір адам қоқыс тастамай, тазалық жайын естен шығармағаны жөн болар еді.